Сәлем достар, бүгінгі үй тапсырмасы мінекей 67-ші бет 9-шы тапсырма амалдарды орында. Бірінші бізде 16 сантиметр қосу 48 сантиметр тең теңдігін табамыз. Мінекей 16 сантиметр қосу 48. Қалай қосамыз? Яғни 6-ға мына жерде 8-ді қоссақ 14. 4-ті жазамыз. Бірі ойда. 1 мен 4-ті қоссақ 5, ойдағы 1 мен 6. Яғни 16 сантиметрге 48 сантиметрді қосса 64 сантиметр. Бұл бірінші есептің жауабы. Енді екінші 72 сантиметр тең деген, яғни x дециметр қосу 12 сантиметр. Енді осыны табайық. Мінекей. Бұл жерде мына жерде x тұр ғой, бізде соны табу үшін 72-ден біз 12-ні азайтамыз. Яғни мына жерде белгісіз дециметр тең 72 сантиметр азайту 12 сантиметр. Яғни ол жерде 72-ден 12 алсақ қанша? 60 сантиметр. Енді біз дециметр табуымыз керек қой. Осы 60 сантиметрді біз дециметрге айналдырамыз. 1 дециметрде қанша сантиметр бар? 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Сонда 60 сантиметрді дециметрге айналдырғанда 6 дециметр. Яғни мына жерде жауабы 72 сантиметр тең 6 дециметр қосу 12 сантиметр. Бұны біз шығарған кезде алдымен 72-ден 12-ні азайттық, сантиметрді таптық, сол сантиметрді дециметрге айналдырдық. Мінекей. Қазір видеоның соңында тағы да осы жауабын қалдырып кетем. Үшінші есеп. 1 метр азайту белгісіз дециметр тең 20 сантиметр. Мінекей. Үшіншісі, 1 метр азайту x деп алды мен белгісіз дециметр тең 20 сантиметр. Енді мынаны табу үшін біз 1 метрден 20 сантиметрді азайтамыз. Яғни нақты x деп алды мен сіздерге түсінікті болу үшін 1 метр азайту 20 сантиметр. Енді біз метрден сантиметрді азайта алмаймыз, сондықтан 1 метрді 100 сантиметрге айналдырып аламыз, бізге дұрыс есептеп ыңғайлы болу үшін. 1 метрде қанша сантиметр бар? 1 метрде 100 сантиметр бар. 100 сантиметрге айналдырып аламыз, содан кейін барып, одан 20 сантиметрді азайтамыз. 100-ден 20 алсақ қанша? 100-ден 20 алсақ 80. Яғни белгісіз дециметр тең 80 сантиметр. Енді сантиметр мына жерде тең болу үшін осы сантиметрді біз дециметрге айналдырамыз. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. 80 сантиметріміз бізді 8 дециметрге тең. Сонда жауабы 1 метр азайту 8 дециметр тең 20 сантиметр. Түсінікті болды ма? Осының біз жауабын табу үшін наны метрді сантиметрге айналдырып алдық. Сол шыққан жауабын дециметрге айналдырып таптық. Мінекей. Енді төртіншісі белгісіз килограмм қосу 9 килограмм тең 1 центнер. Мінекей. Оны x деп алдым. Қосу 9 килограмм тең 1 центнер. Енді осы біз центнерді килограммға айналдырып аламыз, есептің мәнін табу үшін. Яғни қайтып астына жазамыз. X килограмм қосу 9 килограмм тең 100 килограмм. 100 килограммды біз қайдан алдық? Біз мына центнерді килограммға айналдырдық. Сол кезде шықты. Енді мына x килограммды табу үшін екеуі қосындысын 100-ге тең ғой. Енді табу үшін біз 100-ден мына 9-ды азайтамыз. Мінекей. X килограмм тең 100 килограмм азайту 9 килограмм. Сонда бізде жауабы қанша шықты? 91 килограмм. Мінекей. 91 килограмм қосу 9 килограмм ол 100 килограмм. 100 килограмм бізде 1 центнерге тең. Мінекей. Төртінші есептің жауабы осындай.
Енді мінекей қараңыздар, бесіншісі 57 центнер азайту белгісіз центнер тең 14-ке. Мінекей, мына x центнерді табу үшін, мына біз 57-ден 14-ті азайтамыз. Яғни 57-ден 14-ті азайтсақ, 7-ден 4-ті алса қанша? 3. 5-тен 1-ді алса қанша? 4. Яғни жауабы 43. 57 азайту 43 тең 14-ке. Мінекей 5-ші жауап, есептің жауабы. 6-шысы, мінекей, 40 литр азайту белгісіз литр тең 25. Мінекей белгісізді мен x деп алдым. 40 азайту x тең 25 литрге. X тең, мұнаны табу үшін біз 40-тан 25-ті азайтамыз. Яғни 40 азайту 25. Бұсылай азайтамыз, яғни мына жерде 0, мына жақтан 1-ді аламыз. 0-ден 5-ті ала алмаймыз ғой. Мына жақтан бірлігін аламыз. Сонда 10-дан 5-ті алсақ, бізде 5 қалады. Енді мына жерде 4 тұр ғой, біз жаңағы біреуін 0-ге бердік. Сонда бұл жерде 3 қалады. 3-тен 2-ні алсақ, 1. 40-тан 25-ті азайтқанда 15. Мінекей 40 азайту 15 тең 25 литрге. Жауабы осындай. Сұрақтарыңыз болса жазыңдар. Қазір видеоның соңында тағы да жауаптарын суретке түсіріп салып қоямын.